Ерекше белгілерімізді іздеуді қайта бастайтын уақыт болды. Ұсыныстар бар ма? Жоқ, біз бәрін байқап көрдік. Ұсыныстарымыз таусылды. Әзілдеп тұрсыңдар ма, іздеушілер? Қолдарыңнан көп нәрсе келеді. Ерекше белгілерді біз іздейміз. Понилерге белгі керек. Шаршасақ та біз тынбаймыз, іздеуден тайынбаймыз. Белгі іздеушілер біз берілмейміз. Ізімізді қалдырамыз, іздейміз. Ерекше таңбамызды, ерекше таңбамды оңай табамыз. Міне осылай жақсырақ. Ерекше белгіні іздеушілер, көмектесіңдер. Не боп қалды, Пепсквик? Мектеп президенттігіне сайлауға түсемін. Сайлауға түсуге дайындалуға көмектесіңдерші. Біз ешқашан сайлау науқанына көмектесіп ерекше белгімізді алуға тырысқан жоқпыз. Іздеушілер не дейсіңдер? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Ерекше белгі іздеушілер. Сонымен, Пеп, айтып берші, егер президент болсаң, мектепке қалай көмектесетін еді? Туайлайт Тиркпен соғысқанда балалар алаңына үлкен науқан келді. Егер президенттікке мені таңдаса, мектеп кеңесінде осы сұрақты алға тартып мәселені шешем. Меніңше бұл ақшаны ақмақтықпен ауаға шашу. Твистед Дискорд сындырған терезені жөндеуді ұсынғанда тура осылай болған. Ол әншейін ғана ескі терезені жөндемекші болды. Бірақ маған дауыс бергендерің жөн болыпты. Өйткені мектеп кеңесін терезені әдемірек етіп жасауға көндірген мен болатынмын. Және қуанышқа орай оның апасы Спойлдрэч мектеп кеңесінің президенті болып шықты. Дәл солай. Даймонд Тиара күмәнсіз оқушылар кеңесінің президенті болғанда, оның ескерткішін мектеп ауласының қақ ортасына орнатады. Сильвер Спон, бұл менің жеңісімнен кейін айтатын хабарландыруым болған. Әншейін көмектескім келген. Маған мұндай көмегін қажет емес. Бәрімізді Даймонд Тиараның жалықтырып жібергені рас па? Бізге оның ескерткіш керек пе? Әсіресе балалар алаңы болуы тиіс жерде. Не болады екен? Қызым? Пепке дауыс беріңдер. Ойын алаңына дауыс беріңдер. Даймонд Тиараға дауыс беріңдер. Даймонд Тиарадан үлкенірегін аласыңдар. Енді өзгереміз, бұл мүмкіндік. Сен дауысыңды бер, қорқпа. Пепке дауыс бер. Бізде мүмкіндік бар. Көңіл көтер. Жаңа көшбасшы Пепке дауыс бер. Ал енді өзгеретін уақыт келді бізге. Көресуге келдік біздерде. Дауыс бер. Жаңа алаңда ойнаймыз бәрін өзгертіп. Жарқын күнге сенеміз біз. Әділдік орнатамыз. Мен естігеніме сенбеймін. Сенімді пони ол жалғыз мен. Пепсквик, ол тым әлсіз, тексеріп көріңдер. Ал Тиара Гаухар тастай өте мықты үміткер, ол маған дауыс беріңіздер, Пеп көңілсіз. Дауыс беру шешсін. Әрбір понидің өз сырлары бар. Сенің де сырың бар. Маған дауыс бер, сырыңды сақта. Мәселен ғажап алып күш. Жалың ерекше ұзын, он ешкімге айтпайым, түстерің әдемі емес. Қане понилер, оған құлақ аспаңдар. Жаңа көшбасшыны біз өзіміз таңдаймыз. Басы бозу үшін даусымызды береміз. Жаңа күн туады, әділдік орнайды. Сен Пепке дауыс бер, Пеп жеңіске жетер. Тоқта, дауыс бермеген. Понилер тыңдаңдар. Көресіңдер, Пеп уәдесін орындай алмас.
саған мына сөмкені берем деп уәде берем. Қалауын іске асыратын мүмкіндігі жоқ. Сондықтан оған дауыс бермеңдер. Міне саған кәмпит ала ғой. Күннен қорғанатын қолшатырды ала ғой. Кім мені ұрысқақ деді? Тек бір ғана қалауым бар, тек бір ғана шартым бар. Бәріңде мені таңдаңдар. Ұсынысым бар шағын, саған айтар ақылым. Ақыласқа бөленетін боласың, егер бәріне мейірім. Саған сөз бергенім есімде жоқ. Егер жан құрбыңмен қарым-қатынасың осындай болса, онда мен Пепс Куикті таңдаймын. Шөгіндеміз, қорықпаймыз, өзгеретін кезі келді. бітке, дауыс бер. Ойын алаңын жасап, әсір салып ойнаймыз. Пепке дауыс береміз. Дауыс бер. Ал енді өзгеретін уақыт келді бізге. Күресуге келдік біздер де. Дауыс бер. Жаңа алаңда ойнаймыз бәрін өзгертіп. Жарқын күнге сенеміз біз. Әділдік орнатамыз. Дауыс бер. Дауыстар саналды. Понилер мектебінің президенті Пепс Куик. Алағай! Саған ерекше белгі іздеушілер Пеп жеңді. Сайлау науқанында жетекшілік еткен ерекше белгі іздеушілерсіз ешқашан жеңе алмас едім. Науқан жетекшілерінің белгісі. Шамасы соншалықты жақсы емессіңдер, бос белбеу понилер. Жалпы дауыстарды қайта санауды талап етем. Маған сен, Тиара, Пеп жеңді. Менің төрелік етуіме рұқсат етіңіз, Чырайлы ханым. Не? Бірақ дауыс па? Сильвер Спун, сен маған дауыс бермедің бе? Жоқ, дауыс бермедім. Бірақ жан құрбымсың ғой. Рас па? Тосынсы ескерткішіңді айтып көмектескің келген. Күтпеген жерден сөйлеу құқымнан айырдың. Егер мені тыңдағаныңда сайлауда жеңуің мүмкін еді. Қалай екенін білгің келе ме? Кешір, маған сөйлеуге болмаушы еді ғой. Не? Ендігәрі оның қыңырлығына төзбеуіме болады. Тиараның бәріне жаман көзбен қарағанын білем. Дегенмен халі жақсы екеніне көз жеткізуіміз керек. Ол басқа понилердің жай күйін ойламаса да, біз оған қамқор болуымыз керек. Даймонд Тиара, түріңе не болған? Бұл жеңімпаздың түрі емес қой. Өйткені мен жеңген жоқпын. Не? Мерекеге арналған заттарды бекер алдың деген кеп тұрма? Кешіріңіз, апа. Әрине, Троттенхэмнен келген келімсектен жеңіліп қалғаның болмады. Алайда бос белбеу понилердің бірінен жеңілсең одан да жаман болар еді. Бай пони ретінде әлеуметтік мәртебені әрқашан есіңде сақтауың керек. Бәрі осында, Панивилде басталады. Бүкіл Эквестрияға таралады. Мұны ұмытушы болмай, Даймонд Тиара, ешқашан ұмытпа. Егер гауһар болсам, неге жүзім солғын? Тастай күшті болсам, неге сағым сынған? Талай рет ісім шала болды менің. Бірақ гауһарлар бәрінен мықты емес пе? Кім сенеді? Өзгергім келетін еменіңде. Түсінбеймін басқа пониге қалай айналамын мен енді. Маған ешкім көрсетпеді өз жолымды. Қандай қадам жасайым, қай жаққа барамын? Не істерімді білмей мен әбден адастым. Айтыңдаршы өз жолымды қалай табамын? Кім сенеді? Өзгергім келетін еменіңде. Түсінбеймін басқа пониге қалай айналамын мен енді. Қалай өзгеремін мен енді. Оған жанымның
Егер солай болса, ендеше менің де мінезім оғаш. Ол өзгергісі келеді, бірақ қалай екенін білмейді. Оған көмектесетін достар керек сияқты. Ей, Даймонд, Тиара, тоқтай тұр. Сендерге менен не керек? Мені мазақ еткілерің келе ме? Сенімен уақыт өткізу үшін клуб үйіне шақырғымыз келеді. Рас па? Я, бұл рас. Олай болса, сендердің арқаларыңда мектеп президенттерінің істеріндей маңызды істерім жоқ. Сондықтан, рұқсат. Я деген жауапқа ұқсайды. Сонымен, сендер осында отырып алып, ерекше белгілеріңді қалай алуға болатынын жоспарлайсыңдар ма? Жалпы айтқанда, Үшеуіңнің жолдарың болған. Шын ба? Өздеріңе тіпті керек емес нәрсені алмайсыңдар. Оның орнына әртүрлі мүмкіндіктеріңді зерттеп көрулеріне, кім екендеріңді түсінулеріне болады. Алайда, сен де солай істедің ғой, рас па? Менің ерекше белгім бар. Маған кім боламын? Белгіммен не істеймін деп анықтаудың, бас қатырудың қажеті жоқ. Өйткені, бүйірімде белгі тұр. Бұған сенімдісің бе? Қандай оғаш сұрақ. Егер кеше тыңдаған болсаң, онда оғаш емес. Сонда сендер тыңдау үшін белгі алғыларың келе ме? Бұл кестелеріңде бар ма? Жоқ, сені уайымдадық, өйткені сайлауда жеңіліп қалдың, артынша құрбыңнан айырылдың, сосын апаң ұрысты. Өзгеркін келетінін білеміз. Біздің ойымызша. Көмектесіңдер. Ерекше белгі іздеушілер. Мектеп кеңесінде болдым. Олар балалар алаңын жабдықтау туралы сұранысымды мақұлдамады. Не үшін? Бюджетте ақша жоқ. Жинақ сандықшамды тексердім. Биттерім жетіп қалар ма деп ойладым. Алайда олардың жеткіліксіз екені белгілі болды. Уайымдама, пап. Мектепте кездесеміз. Жол табуға көмектесеміз. Сендерге көп рахмет. Олай болса, мәселе шешілді. Біздің жаңа президентіміз орнынан қуылады. Мен қайтадан сол орынды аламын. Ол қайда кетті? Ал сен қалай ойлайсың? Жылдам артынан барамыз. Тоқтаңдар, мен де сендермен барам. Белгі іздеушілер қуып келеді. Бәрінен шындықты жасырмай айтамын. Тоқта! Даймонд Тиара бізге құлақ ас. Көзге көрінгендей емесің осал. Сендер мені түсінбейсіңдер, отбасымның не дейтінін білмейсіңдер. Мен мүлт кетсем ұятқа қаламын, ұятқа қаламын. Мен гауһармын, мен мақтамын, менен тек жеңістік күткеді. Қолымнан келгенді істеймін. Тоқта! Бұл шешім емес. Жоқ! Бұл жауап емес. Тыңда! Бәрін түзетуге болады, тек жамандық арамдықсыз. Достарыңның жақсы көргенін және құрметтегенін қалайсың сен өзің. Жақсы жолы бар, жақсы жолы бар. Өзіңді танып білмедің, жүрегіңді тыңда. Жаңа жолды таппадың, тоқта басқа жолменен жүр. Жүректі тыңда, аспанға қара, жарықты көресің сен. Белгіңнің жарығын көресің. Понилер, тыңдаңдар. Хабарландыруым бар. Даймонд, Тиара, қандай шешім қабылдағалы тұрғаныңды ойлан. Жақсы пони бола аласың. Даймонд Тиара. Мектеп кеңесінің жиналысында болдым. Шыққан кезде не көрдім? Қызым бейшара түкке тұрғысыз кейделермен араласады екен. Егер уақытты олармен өткізетін болсаң, Эквестрияда көтерілуің екіталай. Кеттік, Даймонд Тиара. Жоқ, апа! Не дедің? Өмір бойы өзіңізді мен пони сияқты ұстадыңыз. Мені де соған үйреттіңіз. Басында бұл қалыпты нәрсе деп ойладым. Бірақ кейіннен сізде жоқ нәрсенің менде болғанын қайталайтынымды түсіндім. Достарымның. Не дейді? Жетер енді, Даймонд Тиара.
Мына бос белбеулерден алыс тұр. Бұлар ерекше белгі іздеушілер. Олар менің достарым. Оларды жаман, зұлым лақабатпен атағанды қойыңыз. Олар өз ерекше белгілерін алу үшін жұмыс істейді. Және өздерінің нағыз қабілеттерін тапқан кезде оны алады. Олар барлығын таң қалдыратынына сенімдімін. Ал енді мынаны әкеме беріңізші, өтінем. Иә, әрине. Іздеушілер, сендерге алғыс айтуым керек. Ерекше белгімді алған кезде менің дарыным басқа понилерге өз қалауымды орнату екенін білгенмін. Әкемнен жаңа балалар алаңы үшін қайырымдылыққа ақша беруін сұрадым. Керемет, жақсы болған екен. Сен абыршып қалдың, солай ма? Алайда, соңында бәрі жақсы болады. Маған сеніңіз, президент мырза. Бәрімізге ойын алаңын салам. Болады ойын сауық, ойын күлкі. Көмектесуге жұмысқа да қосылам. Көріңдер қалай тез өзгергенімді. Кіргізіңіздер, міне осылай. Алып күшің бар ғой, оларға әткеншектерді көгалдан өткізуге көмектесесің де. Көп рахмет, ал сен күшті түстермен бізге ана әткеншекті көтеруге көмектес. Іске асты, алған беттерінен қайтпаңдар, қолымыздан бәрі келеді. Достарыма көмектесем әрбір пониге, жүректе жарықты табам, әрі мейірімді боламын. Өткен күніммен мәңгіге қоштасамын мен, енді тек алға шабамын. Мен мейірімді, ақылды пони боламын мен. Ақылды пони боламын мен. Іздеушілер, біз соншама уақыттан бері өзіміздің шынайы қабілеттерімізді іздеп келеміз. Дегенмен, біраз ойымызды бөліп, басқа понилерге өздерінің нағыз қабілеттерін табуға көмектесе аламыз. Иә, бұл өзіміздің ерекше белгімізге алаңдағаннан көрі жақсы сияқты. Дәл солай. Маған ерекше белгі алғанымыз маңызды емес. Бастысы жан достарыммен бірге уақыт өткізе алуымда. Не дейсіңдер, іздеушілер? Бәлкім басқаларға ерекше белгі табуға көмектесетін шығармыз. Не болды? Тамаша. Не болып жатыр? Бұл ерекше белгілерің, олар сондай керемет. Белгілеріміз бірдей. Ерекше белгі іздеушілер жасасын. Ерекше белгілерді біз іздедік, тайынбадық, ұзақ жүрдік. Понилерге белгі керек, шаршасақ та іздеуден, біз де жалғастырдық күдер үзбестен. Шешімін тапты сұрағымыз, бірақ аяқталмады ғой жолымыз. Бұлар жай белгі емес, бұл жолымыздың басы, бұл ұлы саяхатымыздың басы. Артымыздан жарықты қалдырымыз, бұл әлемге біз мейірім шашамыз. Дарындарынан ақтап көмектесеміз. Сонымен, понилер, әлемдегі ең үлкен арнауға дайындалыңдар! Ох, балым-ай, апамыз бен әкеміз осында болғанда сені мақтан тұтар еді. Рахмет, Эпплджек. Ал енді барып достарыңмен көңіл көтер. Досым, сені мақтан тұтамын, сенен үлгі алам. Сен айналаңды шабыттандырдың, маған да шабыт сыйладың. Жарқыраңдар, барлық эквестрияға жар салыңдар, оны әнге қосамыз. Ерекше белгілерді алғандарыңды. Сонымен ерекше белгі іздеушілер, мұндай белгілер күтуге тұрарлық болды, солай ма? Иә, қызық, кімдерге көмектеседі екенбіз? Үшеуміз жолға шықтық, бұрылмай жолымыздан, қарапайым
әрдайым жол таптық, дарынымызда шаттан. Біз әлі достармыз, зерігуге болмайды. Шытырман біздерді күтеді артымыздан. Жарықты қалдырымыз бұл әлемге. Біз мейірім шашамыз, дарындарынан ақтап, көмектесеміз. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.